баршаңызға бұл кісілердің өздеріп жатқан есіне жатқан түсті мен сіздерге мақсатымыз өзі көріп, өздерді естіп, сұрақтарыңызды қоюға арнайы шақырып отырмыз. Бірінші аға келгендеріңіз көп рахмет. Енді қазір бізде емтихан жүріп жатыр, келе жатыр. Оған дейін ағамыз бен әпкеміздің өмірбаянымен танысып армысыздар жиылған қауым. Киелі поэзия әлемінде өзіндік үн, өзіндік сыр, өзіндік бояу, ажар бар сырлы да нәзік өлеңдермен оқырман қауымын елең еткізіп, жырмен тербеп жүрген Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Жамбыл облысының құрметті азаматы, һәм есімі республикаға танымал дарынды қазақ қыздарының бірі Күләш Ахметова мен белгілі ақын Қайырбек Асановқа арналған атты кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі кешіміздің мақсаты ақындарымыз Күләш Ахметова мен Қайырбек Асановтың өмірімен, шығармашылығымен танысу, оқушылардың поэзияға деген қызығушылығын ояту, ақынның ірілігі мен парасаттылығын айқындай түсу. Ақын өз заманының аружданы. Ол болашақ үшін өмір сүреді. Әлденеден мұңайған кезінде, біреудің пасықтығынан жүрегі мұздаған кезінде, кешегі досының бүгін теріс айналғанын көргенде, ақынның досы, сенері, мұңдасы, берері, дәрі дауасы, поэзия. Бүгінде Күләш апамызды білмейтін оқырман кемде-кем. Ақынның жазған жырлары сандуғаш болып сайлайды. Ақ көрім менің, сен менің бақытымсың, бұлақтағы жұлдыздар, мейірім, жапырақ жаздың жүрегі, тұтандардың қайта оралуы, жасыл жағалау, бақ, құт, махаббат сияқты кітаптары адам атты күрделі жаратылысты сан зерттейді. Олар не туралы? Махаббаттың мұңын сезгенде, қайратынан жыр жанғанда әршіл сарынға еліктіреді. Міне, Күләш ақынның халқына ұсынған әр мінезді жырлары осы еңбектер арқылы белгілі болды. Ақын әйелдер жанының құпиясын, арманын, махаббатын көріп жазды. Күләштің беріліп, шабыттанып, аса құмарта кең көсіліп жырлаған табысты тақырыбы, махаббат, сүйіспеншілік тақырыптарынан басқа саяси, әлеуметтік тақырыптар, әуелде публицистикалық толғау үлгісі арқылы игерген ақын бірте-бірте философиялық, психологиялық монолог формаларына ауысып, суреттеген көріңіз. Туған жер, отан-ананы нақты сурет бейнелі, тіл, көркем тәсілмен біріктейді. Олай болса, осы ақын апамыздың өзінің өлеңдерін осы арада айтып өтсек, ортаға 12-ші сынып оқушылары Серкебаева Нәзерге, Мамеш Шамиля, Нұржан Альзинаны шақырамыз. Өземін, сүйіктінде жүретін кілесінде, кір түсірме елдеген ұл есімге, атам екен бақты бабалардың, жеңіп алған сан ғасыр күресінде, күндерімен, түнімен, күлдерімен, өзіндікі ол сенің білесінде, өзіндікі ауасы таң нұрда, өзіндікі жазыда жаңбырда, өзіндікі даласы тауғырда, өзіндікі мереке ән жырда, өзіндікі барлығы болғаннан соң, өзіндікі болғаны тағдырды. Өзіндікі суы да, орманы да, өзіндікі көлі де, қорғаны да, өзіндікі үйлері, бақтары да, өзіндікі көшесі, жолдары да, бар бақыты сенікі болғаннан соң, қайғысы да сенікі болғаны да. Бір кетерсің шақырымды кезеңінде, ақтың болып көрінер, жегімінде, сүйсінсең, кені туғаны
бұл болуы әнімде өзімде. Өз анамның алдында ұйықтағандай өзі бақыт. Арманында, жанында жалынан жат. Жас талапкер сөзіне көңіл аудар. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраудан. Мектеп қайта есігін ашпас енді, өмір ұстаз ақылды, ақша жөнді, басқа шенде ертер бар сабағын, қоңырауы соғылар басқа шенді. Былтырғыдан басқаша елдене, білімің мен ақылың күйін бөлек, басқа шенді енді басқа той жиын кейін керек, енді саған шынайы сүре береді. Сұрақ басқа оп-оңай шешілмейді, жасар қанша тентектік есілмейді, мектептегі мұғалім кешіргенмен өмір қатал ол күнде кешілмейді. Даусыз ол күн есінде сақталары, жазылмаған өмірдің ақ парағы, жаңа дастан күтеді жазуыңды, күтпейді тек кластың тақталары. Енді сені күтеді барлық жолда, күтпейді тек мектеп парталары. Кездеседі дабылда көп, дамыл-дамақ қаймақпа қабылда кеп. Үлкен ойлар, үлкені тұпар ойлан, болашақ тағдыр қолында. Уақытта емтихан алар, олсын қорқыталмас. Көңілге сенім қонысы, жас талапкер, билет ал, тәуекел ет, емтиханда өмірде жолы болсын. Талас деген грек ішін, теңіз деген. Бір кездері ел мұнда құрғақ іздеген, үш арал сол кездері табылғаны. Жер ескерткішсіз, мен ескерткіш. Жалқамыз жолбарысты есте шығар, бостаста, бостапшының кестесі бар. Арнасы ақ кесені, көк кесені. Сауық жау, әуелесі, ескесі бар. Бартағы бірге жатқан төрт ақыны, тепкелес қой адамды болады қорқатыны. Адамдардың оладан қорқатыны. Ғажабы ғасыр бойы соққан самал, күмбез, қобыз, сағатыны. Жаулардың Жасылықтың бағасаны мен сахнада 9-шы бесік оқушылары Орынбекова Гаухар мен Қуаныш Анатолий шықты. Sakındığın kişiden, düşülekten her günü
Баршаңызға көп рахмет. Ақын жырда әйел бейнесінің көңіл күйі, дауы, сезім болып шарланады. Тек жай жырлау емес, қазіргі заман талабына сай, биік өрісіне лайықтап өтіп күрәш ағамыз керемет жырлайды. Осыған орай тағы да ортаға 11-ші И сынып оқушылары Шолпанқұлова Алия, Таласбаева Заринаны шақырамыз. Және Қуаныш Ағакен шақырамыз. Қазақ қызы, көрмеді мен осындай қайраткерді, басқа десе басқарды, аймақ берді. Бесігінде тербетіп, елінде ұстап, айда десе тамар, айдап берді. Қорға десе отанды, басын тікті, атын жазып кітапқа асыл тікті. Қазақ қызы жасаған ерліктерге, қайран қазылбасы сауын ғасыр тікті. Ұға білген мезгілдер кезеңі кең, өлең жазса өрнекті сөз өрілген, күте білген ақылмен азаматын, қиындыққа сабырмен төзе білген. Білінбеді биікпен алысталса, үндемеді бәйбіден қалыс қалса, қалпағы бар жігіттер шаматтырған. Қазақ қызы тұрған намыстанса, ел анасы бауылған батыл ұлан, ерлігіне бермеген жақынынан. Жарыстан бақ шындайдан аларды қатыстырса, жарыстырған көппен ақылынан. Қазақ қызы, қазақтың мақтанышы, ерлігіне ескерткіш қоймаған. Мен бір бақыт іздеп жүрмін достарым, ұқсамайтын бақытына басқаның, жұлдыздардай жарығары биіктің, сол бақытты іздеп жүріп жүйттім. Ортақ болу керек оған отаным, бауырлар сәбилер сүйіктім. Ортақ болу керек оған нәздалам, от жалыны болу керек маздаған. Қуанышы болу керек көлгөсі, азабы да болу керек аздаған. Мен бір бақыт іздеп жүрмін достарым, ұқсамайды бақытына басқан. Сіз осы шынымен білмейсіз бе, кезігіп қалады өмірдесіз бе. Сіз жүретін жерлерден әлдененің адасып, мейіркіп жүрдесіз бе. Табылуы махаббат қанатының, алдыңызға жабырқап баратының, байқалмай ма сізге осы қып-қызыл боп қипақтап қалатының. Сізді ойламай көзімді әлілдіріп, көргенім жоқ керек пе жалындырып, өртенемін жаныма жалын кіріп, әдемі үнсіз жүзбегенім. Қара көзден қашсаңыз, несінерсіз, бір әдемі құтыққа кешігерсіз. Қарап қалсам, өтесіз көмегетсіз, оңбаған сіз езеген кешігерсіз. Ойықса келесі кезекте Майлы Қожаның термесі жігіттерге өсиет орындайтын 11-ші И сынып оқушысы Еркіндік Анай.
жан күйін, мүмкіндігін жеткенше жеткізгім келеді. Менің бұл тақырыптағы лирикалық кейіпкерім әйелдер. Олардың тағдыры, жан дүниесі, күлкісі мен көз жасы өлеңдерінің арқауы дейді Күләш апамыз. Ендігі кезекте мен осы Назарбаев зияткерлік мектебінің Айжарық әдебиет клубының белді мүшесі ақын жанды Дәуренқызы Аянаға беріп келеді. Алабұртқан қараңғы қапаста күліп шыққан көгімде күнегіз. Жан жүрегім жырлау үшін жаралғандай, көңілімнен нұр шапағы таралғандай, ел тірегі елімнің елдігінде, асқар шындық биігі ағармандай. Шын елдің шынар қызы, мұнар қызы, жаны тек жақсылыққа құмар қызы, ақ моншағын ағылтып өлеңмен, ғашық қылар өлеңге мына қыз. Сүйемін, сүйе білем өлеңді мен, қайып болған іздеймін сөреңді мен, Күләш апам бір өзіне ғашық болған, сүйемін, сүйе білем өлеңді мен. Сіз ұшырған қитай құсты сағынамын, сол жырларға мәңгілік табынамын. Өлеңдерсіз өткізбеген әр күнімді адастырып алам ба деп сабыламын. Поэзияның асқар шыңын бағындырған, бүгін міне күн келді сағындырған. Сіздің жазған өлеңдерден ем іздеймін тау тастардан қалың қып. Құрманғазы Сарыбайұлының күйі «Балбырауын» орындайтын 9-шы А сынып оқушылары Сауытбек Бағдәурен және Исаков Бекет. Яқты болар деп ойлады. Сондықтан ортаға 11-ші И және Ф сынып оқушылары Қалибай Қанағат, Асқанбай Аружан, Мұстафина Әсен және Дүйсебай Еркебұлан. Қайырбек Асанов, сен іздеймін аққайың арасынан. Мен сенімен жаным-ау егіздеймін, толқындары тулаған теңіздеймін. Аққайыңға қараймын, сен іздеймін, жұлдыздардың ішінен сен іздеймін. Төгіледі жапырақ жаңбырдайын, суық күзде кездестің не қылайын. Жапырақты жапырып келе жатсам, сен боп маған көрінер жаным қайың. Баурап алды қалқашым менелесің, гүл боп тұрып елеске бөленесің. Аққайыңды құшақтап ұзақ тұрып, біраздан соң біліппін сен емесің. Сестең жаным бұл жерді мүлде бөлек, арман құсы қонады кеудеме кеп, есіміңді айқайлап шақырар ем, тұрғандайсың еркелеп, үндеме деп. Аққайыңға ағаш жоқ сен келетін, мен келетін немесе сен келетін, осы жерде көрдім мен тазалықты, ғашықтарға ғажайып дем беретін. Сен іздеймін аққайың арасынан, сен болмасаң жұрдаймын жарасымнан. Бір мазасыз күй кешем көптен бері, толқынындай теңіздің аласұрмай. Қайырбек Асанов,
ей менің нұрлы көктемім, жыр құйып көңілдерге нұр сіңдіріп, даламда, қаламда да жүрсің күліп. Мамыражай мерейлі шуағыңмен, кәрі қысты жібетін күрсіндіріп. Ей менің нұрлы көктемім, жиып алып бойыңа бар күлкіні, қыз біткенің шіркін-ай бал бұлыны. Көкейіңнен кетпейді жаңғырығып, таң сәріде шырқаған бұлбұл үні. Ей менің нұрлы көктемім, жаным қайран қалады жарастыққа, екеу мәз-мейрам қала сыртта. Жас сәбидің көзіндей мөлдірейді, күн сүйдірген бейкүнә қара таңғы шықтар. Ей менің нұрлы көктемім, болар бәлкім бұл жаздың жазы бөтен, жаңбыр құйды көктемнің назы мекен. Сұлулықпен бәрінде тамсандырған, мен саған өмір бойы тағзым етем. Ей менің нұрлы көктемім. Асанов өмір ұлыстас, құлығың да сұлдығың да жоқлығың, орын болар достарға да өткерім. Жақсы нәрсе үйренсем деп ақтарам, өмір деген қалың кітап беттері. Түлкі болам, айлакерде еместің, адамдармен ашық жарқын кеңестің, жаным мүлде жек көреді жаланы, жастайымнан жақсылықпен тек өстім. Пайда табар, пысықтық та шамалы, дүниеде зұлымдық қой жаманы, үлкендермен тайталасу жоқ менде, ардақ тұтам, ақсақалды ағаны, бірде аласа, бірде менде ірімін, көп ішінде күн кешкеннің бірімін, оң бойымнан жоғалмаса ақиқат, мен онда мәңгі. Ақын шығар аз бекен, айдыныңды ашып, аймалап, сүйіп жатасың. Бауырлап келіп, қонып жатса да қаз бөтен. Біздің оқушыларымыз осы орайда келесі бір кезеңде ұсыныс тастады, яғни ол сыр сұхбат деп аталады. Сіздерге оқушылар өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарын қойса, сіздер сол сұрақтарға жауап беруге тырыссаңыздар дейді. Сіздердің поэзияға деген құштарлығыңыз неден және қай уақыттан басталған еді? Сіздерге осы поэзия әлеміне қадам басуға кім шабыт берді? Ең алдымен осы өздерің сияқты бұдан 50-55 жылдар бұрын бізде осындай мектепте оқыдық, бірақ енді Назарбаев зияткерлік мектебіміз, ол бізде кәдімгі орта мектеп болатын, қарапайым. Сол кездері осы Алматыдан білім және еңбек деген журнал болған кезінде. Соның бас редакторы қазір марқұм болып кетті, Камал Смайылов деген ағамыз келді, білім және еңбек журналын насихаттап жүрді осы бүкіл республикада. Соның бірі біздің мектепте насихаттау сәт түскен екен сол кісіге. Соған бәрімізді мектеп директоры жинап, сол кезде ауданның ақындары, газет қызметкерлері бәрі келіп, жаңағы жерде сөз сөйледі, өлең оқыды. Сонда бір Мұхтар Сақтап деген редакцияның қызметкері бар, сол кезде ақындығының керемет көзге көрініп жүрген. Сол кісінің өлеңі маған қатты ұнап кетті. Сол кезде өзімше бір түрлі өзімді басқаша сезінгендей болдым. Сол кісінің өлеңінен кейін сол әдебиетке деген құштарлық пайда болды. Сол сәттен бұл 1960 жылдың осы жаңа оқу жылы басталған күз айы болатын. Содан ертеңіне жаңағы ақын ағамызды іздеп үш жігіт бірге оқитын, бір класста, бір сыныпта сол әдебиетке деген құштарлығымыз оянды да, сол ағамызға барып ақыл кеңесін алып, ол кісі бізге қалай өлең жазу керек, қалай ол нені оқу керек, қандай жағдайларда өлең туады деген мәселенің барлығын айтып берді. Содан
біз енді онсыз да аз ойнайтын адамбыз ол кездері. Балалығымыз біздің өте қиын қыстау кезеңдерде өтті. Жоқшылық, кейде біз бір үйде 8 ағайынды өстік, біріміздің киімімізді біріміз алмастырып мектепке киіп баратынбыз. Жоқшылықтың соншалықты сол кезде қарт кезі. Сөйтіп жүріп, аз-маз ойнайтын ойынымыздан да арылып, енді сабаққа дайындап, екінші өлең деген бір киелі қаламды ұстауға тура келді. Оған да уақыт керек қой. Отырып, ойланып өлең жазбасаң, ол жүріп барып, жылдам өлең тумайды, ойлану керек, толғану керек дегендей. Сондай сәттерде бізге жаңағы ұстазымыз Абайдың, Жамбылдың, Қасым Аманжоловтың, тағы да көптеген ақындардың өлеңдерін оқуға кеңес берді бізге. Біз сол бас алмай күн үстіне сол кітаптарды оқумен болдық. Сөйтіп бірте-бірте жаттыға бастадық өлең жазуға. Мына спортшы өзі күн сайын жаттыға берсе, әйтеуір содан бір нәтиже шығарады ғой. Сол сияқты біз де қалам алып өлеңді жазып, шатпақтап әйтеуір сөйтіп жүре бердік. Бір күні осы қараша айында алғашқы қар жауды өлең жаздым бір 2 шумақ. Соны жаңа ұстазыма да көрсетпей өзім Қазақстан пионері деген газет болатын ол кезде. Қазір Ұлан деген газетке ауысты аты. Соған жібердім. Ол мынандай. Бұл 1960 жылы жазылған осы қараша айында. Тұңғыш қар деген өлең. Тұңғыш қар жерге қонды да табиғат ақтон жамылды. Білмеймін дала тоңды ма, ызыңдап кімге жалынды. Аязбен әбден алысып, салмақты бопты көлде ептеп. Ақырау қатал жабысып, әйнекті қойды өрнектеп. Білесіңдер ғой, оны қыс піскінде әйнектері қырауланып, неше түрлі әдемі. Оны адам баласы суретші ғажайып оны сала алмайды. Ол құдірет, ол Алланың арқасында жаңағыдай суреттер салынады. Осыны бірден алдында ертеңіне Қазақстан пионеріне жазып жібердім. Сөйтсем кешікпей бір аптадан кейін берген жаңағы газетке шығып тұр жаңағы өлеңім. Енді ондағы қуанышымды мен сендерге айтып жеткізе алмаймын айналайында. Ол енді сұмдық. Менің аты жөнім, фамилиям, оқитын мектебім, туған жерім, ауданым бәрі жазылған осындай тасқа басылған ғой кәдімгі. Ол кезде Қазақстан пионері деген газетіңіз бір 300 мың тиражбен шығарды. Қазір көп болса 20-30 мың да сондай. Соған бүкіл әкем қуанды, шешем қуанды, класстастарым қуанды, сұмдық. Содан ағайын туыстардан хат келіп, сондай осындай құтты болсын дегендей. Мінекей алғашқы өлеңім осылай басталған. Енді бұл өзі бір жайдан жай келе бермейтін, бұл еңбектің арқасы, бұл сосын бір көрінген адамға бұйыра бермейтін, бұл ерекше Алланың жаратылыстың сыйы деп ойлаймын. Өйткені ол енді бәрі де сөйтіп дәл өзі еңбектеніп қолына қалам алып жаза берсе осы бәрімізді ақын болып кетпейміз ба? Сондықтан ол қолынан келетін ерекше бір Алланың нұры түскен адамдар ғана сондай өлең жаза алады деп ойлаймын. Сұрағым ол дұрыс па? Қанағаттарыңыздар ма, жауап па? Күләш апамыз айтса, алғашқы келген. Біздің балаларымыз келеді. Алдымен айналайын рахмет бәріңізге, мектеп дирекциясына рахмет. Осыдан 3-4 жыл бұрын қайда екенбіз Астанада Назарбаев атындағы университетте кездескенбіз. Университетте жаңа керемет оқып жатқан жастар осылай отырған. Келешекте сендер де мүмкін сол университетке түсерсіңдер, біразың басқа әлемді шарлап кетерсіңдер, Алла біледі. Мүмкіндік мол. Бірінші айтайын деген рахмет, келгендеріңе рахмет. Амангүл Бекенқызына рахмет, директорларыңызға рахмет. Осында қатысып отырғандарыңызға Алланың ризашылығы болсын. Бүгін біз кездесуге дайын емес едік, шын айтсақ, бізге бір бірақ айтқан екен, Амангүл айтқан сонда кейін деп мен кеш айтқанда ұялдым. Біз неде орысша айтқанда ремонт болып жатыр еді, шамның арасында жөтеліп, шашылып, төгіліп, сондай болып жатқан кезімізде келіп көріп кетулеріне болады. Сондайдың ішінен бүгін сіздерге соғып шығып келіп отырмыз. Өзіміз Алматыдан көшіп келгенімізге 2 жыл болды. Біз алматылық болған, Алматыда 2-3 ай тұрдық.
абитуриент кезімізден кездесіп, бір отбасы болып студент болғанда құрғанбыз. Содан мен мына денсаулығыма байланысты артрит деген ауру болады, буын аурулары, суық деп алмадым, ауа райы жақпады. Елу жылдай тұрғанда қатты қиналдым, сол жақпады. Сонымен біз елім деп, мен осы елдің қызымын, елім деп, жерім деп, тараз деп, таластың қызымын келген едім. Сөйтіп міне кетіріп жатырмыз, бұйырып болып сіздермен дидарласты. Таластың қызы деп отырған себебім жаңағы шынында таластың қызын жас ата-анамның тағдырдың бір жағдайы, мен ата-анамыз қырғыз жерінде тұрған 5-6 жыл сол кезде мен Қырғызстанда туғанмын. Бірақ әкемнің әкесі, шешемнің шешесі, өзіміз бәріміз осы Тараздікіміз, Таластікіміз. Таласта Үшарал деген ауыл бар, сол жердемін. Сонда айтайын дегенім, сонда мектеп оқып жүргенде 3-ші сыныпта бірінші өлеңімді жаздым. Мұғалімдер мен алдында сурет салатын едім. Мұғалімдер сурет салып өткенде бір күні енді жақсы оқиды, балаға көп тапсырма бере береді ғой. Сосын маған айтты, бір балалар кешігіп жатқан ұйықтап қалатын оқушыларға өлең жазшы деп. Я сонда менде бір бала жанып қалдырған, жатса ұйқысын қалдырған, асық ойнап топ болып, сабақтың қалдырған деген сияқты бір-екі шумақ қабырға газетіне 3-ші сыныпта берген екен. Содан мұғалімдер қоймайды ғой, мына апайларың сияқты. Ал бір жазсаң көрсетпеу керек өнерлерін. Өнерді көрсетсең тағы жаз, мазаларыңды алады. Содан ақын қылмай шығармай қоймайды олар. Сонымен мұғалімдеріміз одан кейін орталықта оқыдым. Олар да жаңағы қандай бір жиналыс болып қалады, қандай бір шаралар болып қалады. Ол кезде шопандар слет деген болады. Сондайдың бәріне Ахметов өлең жазсын деп маған директор тапсырып қояды. Сондай жаңағы шаруашылықтың өлеңмен бастаған поэзиямды. Бірақ арасында әрине нәзік жырлар, табиғат туралы жырлар, алғашқы сезім туралы жырлар сол жас кезімде жазылды. 5-ші, 6-ші сыныпта жазылды. 7-ші сыныпта облыс газетте 2 өлеңім жарық көрді. Осы Жамбыл облысының мен 7-ші сыныпты Меркіде оқыдым. Меркі ауданның орталығында Калинин мектебінде оқыдым. Сол жерде мені қанаттандырып Мадина деген апайымыз, Мадина Зариповна. Сол кісі мені қанаттандырып, батасын беріп, Абай атамыздың ұрпағы, сонда спорт студент беретін Роза Данияловна дейтін апай болған. Ол кісі де батасын беріп, Абайдың ұрпағымын, батамды ал, ақын боласың деп батасын алдық. Содан кейінірек Келен Әзірбаевтың батасын алып, ол кісі де оқып келіп баған екен, бізден ол кезде жаспыз. Содан кейін үлкен ақындардың көп адамның батасын алдық. Сонымен келе жатырмыз. Сіздерге де бүгін аға кекелеріміз батамызды беріп кеткілеріміз келеді. Жаңа бір қыз әп-әдемі өлең оқыды. Өте жақсы өлең оқыды. Маған арнапты бірақ. Аяна сол мәңгілік табынарым деген сөзді Аллаға ғана айтамыз, Құдайға ғана айтамыз, басқаға айтпаймыз. Сол жерінен басқа өлең өте жақсы, сондай сауатты ақын екенсің. Мына бір өлең оқыған жігіт, ана дауысы көрінеді, айналайын сен неге шығайын деп тұрсың? Болашақ диктор. Диктор, экран, телевидениенің адамы болайын деп тұрсың. Мына өлеңді оқыған қыздар, сосын жаңағы жақсылықтың бағасын айтқан қыздар қандай әдемі ән салған. Мына сөйлеп тұрған қызыңыз бір керемет өзі дауысы. Журналист боламын дейді болашақ. Журналист, келіп тұрыз тұрды. Отырмай шырағым отыршы кішкене жерде. Отыр. Сонымен ойлап отырмын, осы жерде өнерге адамдар отыр. Мұғалімдеріңізге рахмет, сіздер өнерге баулып жатыр екен. Мен сөздің аяғында айтатынды басында айтып қойып жатырмын. Өйткені уақыттарымыз тығыз шығар, біз уақыттарымыз көп алғымыз келмейді. Біз неге екі ақынның үйіне қай уақытта да келем десеңіздер, телефонмен хабарласамыз десеңіздер, өнерлі жастарға мүмкіндік бар. Біз оған жоқ демейміз. Осы сіздерге шын жүрекпен мынау шаңырақтың қасиетін түсініп, қадірін түсініп, елбасымыздың атында, Нұрсұлтан Назарбаевтың атында енді керемет жағдайда оқып жатырсыздар. Ол біздің түсімізге де кірмеген мұндай жағдай. Мен анау өзім есіктен төрге дейін, анау сырттан мына жаққа келгенше ұзақ болып көрінді маған. Шын мәнінде де университетін көрсеңіздер, Астанадағы керемет. Енді ол аралап шығудың өзі қиын, сондай ғажап. Сондықтан бір ғана нәрсе айтам, әлі айтамыз ғой, жақсы оқыңдар, жақсы оқыңдар, білім алыңдар, жақсы оқып шықсаңдар, сендерден
осы елді басқаратын адам шығады, осы елдің өнерін жасайтын, осы елдің мәдениетін жасайтын, рухын көтеретін, руханиятын жасайтын адамдар сендерден шығады. Сондықтан қалғымаңдар, мүлгімеңдер, анау телефонға, сосын не дейді? Компьютерге, интернетке байланбаңдар. Мына қыздардың шаш өргендерді ұнап отыр, сондай тап тинақтай әп-әдемі шаштарын шашпаңдар қыздар, шаштарын жинап жүріңдер. Компьютерге байланбаңдар жігіттер, қыздар. Іздесеңдер, білім іздеңдер компьютерден, интернеттен. Ал енді сұрақтарың болса берулеріңе болады. Сұрақ болмаса. Сіздер өмір жолында қалай кездестіңіздер және неге бас қосуды шештіңіздер? Немене? Жолдарыңызды білгісі келеді екен. Бір артынан бір үйде болып қызық қой. Жоқ. Қалай кездестіңдер? Сосын не дедің? Және неге бас қосуды шештіңіздер? Неге бас қосуды шештіңіздер? Сіз ғашық болып қалсаңыз, махаббат қараспайды ғой ештеңеге. Сіз айтсаңызшы енді, қашан кездескеніңіз, білісіп отырмыз бала. Енді 68 жылы республиканың түкпір-түкпірінен ол кезде Алматы Астана болатын. Барлығымыз жаңағы абитуриенттердің Алматыға жиналатын кезінде Алматыға бардық. Мен де Казгудың журналистика факультетіне тапсырдым. Сөйтсем Күлекеңде сонда жүр екен. Маған осы Жамбыл облысының бір қызы таныстырды бұл кісіні. Сөйтіп алғашқы абитуриент кезімізде таныстық біз бір-бірімізбен. Содан емтихандарды жақсы ойдағыдай тапсырып студент болып, содан бізді ол кездері студенттердің бәрінде ауыл шаруашылық жұмыстарына апаратын. Бізді бірінші курстар енді көп ұзатпайтын, сол Алматы маңында жүзім теру учаскесіне алып барды бізді, жүзімдікте. Сол бұл кісі нәзік, қазіргі кезінде нәзік. Жаңағы бос корзинаның өзін көтере алмайды. Мен енді бұл кісіні алғаш көргеннен енді талып қалдым десе де болады енді. Сондай, маған өзім әке-шешем айтқан, сондай инабатты, ибалы қазақтың бір жақсы қызын келін ал деп маған тапсырма берген. Тура сол ойымнан шықты осы қызды көргеннен бірден. Содан жан-жақтан келіп, жігіттер амандасады, мен оны қорғап жүрем кәдімгі, жолатпай ол жігіттерді. Біреу қағып кетеме деп. Содан жүзімдікке барып, екеуміз бір жүйеге түсіп, корзинаны мен көтеріп, бұл кісі нәзіктерін алып, салат, жаңа жүзімді толтырғасын, мен оны машинаға барып, кейін бір уақытта машина кешікті ма, бірдеңе болып, арғы өтіп жатыр жанымызда. Содан кішкене демалып отырсақ, мына кісі мен ба, сен ба су шашып жіберген. Арықтағы судан кәдімгі күздің айы ғой, су шашып кәдімгі. Бетіне су шашып. Иә. Сосын мен алдымда, шелекпен алдымда үстіне құй жіберді. Содан бұл кісі өкпелеп кішкене ойбай, өзі нәзік қой. Содан дереу көтеріп алып, көйлектерін жабысып қалды денесіне. Дереу көйлектерін бұлай ажыратып, судан етіп, бетінен сүйіп алдым сол кезде, байқатпай. Иә, міне сол алғашқы біздің танысығымыз сол жүзімдікте басталды. Содан бір жарым жылдай бірге оқыдық, бір партада отырдық. Осы мұғалімдерде мен старшысы болдым группаның. Соған қарамас мен үлгі көрсетуім керек қой енді студенттерге. Сонда да мына кісінің жанында отырып, ана мұғалім айтқанын тыңдамай, мына кісіге ана мынау деп жаңа сөйлеймін, түртіп әңгімеге шақырамын. Соны мұғалімдердің бәрі асанып, қойсайшы, тыңдасай сабақты деп маған қайта-қайта замечание жасайды ғой. Қойшы сөйтіп, қой бүйтіп жүре бергенше тезірек үйленіп тынайық дедім де мен сондай ұсыныс жасап 69 жылдың декабрінде ме екен, 70-дің басында, иә. Екеуміз студент кезімізде үйлендік. Қазақша деп айтышы. Иә. Бұл кісі Үшарал деген жерде жаңа өзі айтқандай, мен Қызылорда облысының Тереңөзек ауданы
осы жерден 700 шақырым жер Сынорда. Содан ағайын туысты алып, жолдасымды алып, бұл кісіге құда түсіп бардық қой. 700 шақырым жерге. Шарал деген жерге. Сөйтіп, күлегіңді қаққан қыста ақпан айында кей ұрып ауылға түсірдім ғой. Қызылордаға. Сөйтіп, сызылып бұл кісі, бүкіл ағайын туысқа ұнап, шайы қандай керемет, тамағы қандай дәмді деп. Сөйтіп, сондай бір сыйлы келін болды бұл кісі. Осылай. Рахмет әдем болды, е? Çok sayıdılar. Енді бір өлең сұрап жіберсеңіздер. Сені болса қоя берме қысым бар. Осы өмірлеріңіздегі ең қызық, ең сәттеріңізді айтып бересіз бе, естеліктеріңізді қойсаңыз. Студент кезімізде үйлендік қой, екінші курстың, тура қақаң қыста екінші курстың ішінде. Жағдайымыз төмен болды, жетіспеушілік болды. Алматы қаласында пәтерге жалдап, пәтерде тұрамыз. Көктем болды, көктемде сондай стипендиямыз жаратып қоямыз. Жетпейді ғой. Содан бір күні қиналып, тамақ жоқ таңертең оянсақ, ал енді не жейміз деп біріміз қарап отырмыз. Сосын қалтамызды қарап, бір кило картошка сатып алайықшы деп базарға барып, базардың дәл түбінде тұрамыз. 1 кило картошка сатып алдық. Сөйтіп, алып келіп, өзім таластың қызым үйде әйтеуір Сарымай тұрады. Осы ауылдағы апайымыз Сарымайды бер жүріп, дереу Сарымайға жаңағы пиязды шылдырып жіберіп, картошканы қуырып, Қайырбек деген далада естің алда примус каригаз деген болады, сондай жағып тұрмыз, керосинмен жанатын бірдемеге. Содан жағып, мен деген керемет картошка пісіріп алдым, жақсы пісіретін едім. Иісі деген бүкіл аулаға жайылып тұр, енді керемет болды. Сонда қуанып, сосын мына кісі күтіп бір сағатына қарап қояды. Бір уақытта қуанып, бұл үйге кіріп кеткен еді. Сол кезде дереу картошканы алып, мен де жүгіріп, артынан жүгіріп келе жатып, сүрініп кетіп, картошкам ұшып кетті. Табаны жаққа ұшып кетті. Бұл да ол кезде шығып қалған екен, мен табанын көрсем, ана жерде алтындай болып жаңа дөңгелек картошкалар тура алтын сияқты, алтын тиын сияқты жатыр. Мына кісінің көз бақырайып кетіпті, қарап тұр. Сосын мен әлі де жылағым келеді, жылап жібердім. Сосын Қайырбекке қарап мен бұрсатын шығар десем, біздің курстың керемет әлі болатын, Әсет Бейсеуовтың «Мұңайма» деген әні. Жаз күнінде жадыраш шырайлым дейді. Мен соны айтсам, соны жайып жіберіп тұрып, қайнап соларды айтып тұр ғой, маған «Мұңаймашы» деген әнді. Сонда қатты жақсы көріп кеттім. Киноға кеттік деп, енді киноға бара жатырмыз. Ал ақшаны қайда аламыз киноға? Енді бір подругам үйіне барамыз. Бір подругам үйіне барып, шай-пайын ішіп, киноға шақырып кетіп, бірақ сендер бізді алып барасыңдар деп, әйтеуір киноға барып, күнді өткіздік қой. Сондай бір қызық болды. Сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Бағана мазалап жүрген сұрақтарыңыз бар еді ғой. Сондықтан жоқшылық болса мұңаймаңдар. Қазір дереу машинасы бар, бала, үйі бар, қыз бірдеме деген ондайды қойыңдар. Өздерің тапқан дүние қымбат болады, өздерің тапқан нанның дәмі тәтті болады. Ешқандай дүниеде қиыншылық жоқ, егер сүйгендеріңе қосылсаңдар. Ана кісі сұрақ беріңді. Ағайындарымыздың арасында есік алдағы бау-бақшаға екеуміз егу жайында бәйге жариялап жүлде келгенімізді естідік, сол жайлы айтып өтсеңіздер. Таразға келгенде бір жағынан елім, жерім деп күн жайнап тұр. Көше ашып Алматыда емес қуандым. Халық мейірімді, оны көріп қуандым. Бір жағынан ренжідім. Біздің Тараздың халқы жалқау. Ауылдың халқы, әсіресе ауыл адамдары жалқау. Ешқандай жаңағы еңбек етпейді. Жазда ауылымызға барсақ, 3-4 үй ілім бар. Бәрінің есігінің алдында құдық бар. Су ағып тұр, жер бар, қоршалған шарбағы бар. Бірақ бір түйір дән екпейді. Содан біз осыдан 5-6 жыл бұрыннан келіп жүреміз, жазда егіңдер.
әлгі не дейді, қызанақ дейді, қияр дейді, егіңдер деп жалынып жүріп еккіздік. Бірінші жыл жайлап, екінші жыл жайлап, үшінші жыл сендерге біз бәйге жариялаймыз. Кім жақсы шығарса, мен айтайын деп отырмын, тай мінгіземіз деп айтайын деп отырмын, ағалар қой береміз деп айтып қалды. Содан кейін жарайды енді осы бұл кісінің сөзін қалдырмай тұрып, иә, сендерге бір күшті үлкен қой береміз деп жақсылап огородты жағысыңдар дедік. Сол үш ініміздің үйі жағысып огородты салды. Тіпті біздің күткенімізден жоғары пияз, сәбіз, баклажан деген, болгар бұрышы деген, оны жаңа қияр помидор бөліп бәрін егіп тастапты, жайнатып жарысып ақырында бір шетіне қауын, бір шетіне қарбызын егіп қойыпты. Сөйтіп жаңағы бәйгесін алып, келесі жылы енді бәйге бермесек те өздері егіп жатыр, Құдайға шүкір. Міне еңбекқор болу керек. Тиындары қалталарында қалды, балалардың жүгіріп барып базардан алып келетін ауылда базар ғой. Біріншіден, екіншіден балалар еңбекке үйреніп жатыр. Үшіншіден, бір жақтан келген жаңағы күмәнді тамақ емес, табиғи, өз қорасынан, өзінің еңбегімен егілген дүниені жеп жатыр. Бұл мұнда тәмсіл, бұл да сіздің рахмет сұрағына, бұл шын мәнінде әр кімнің үйінде аулы болса, сол ауласына кішкентай болса да, бұршақ болса да егіп үйреніңіздер. Бұрыш болса да егіп үйреніңіздер. Өйткені әлем халқы қазір, дүние халқы, интернетті қарап ашып отырсаңыздар, органическое питание дегенге келген жатыр. Органическая еда, пища, соған келе жатыр. Өйткені дүние жүзінде жейтін тамақ жоқ. Мына кітапта мен Құт деген кітабында осыдан 14 жыл бұрын жаздым. Келешекте ұрпағымыз не жейді, қайдан жейді, біз жерді білдірдік. Жаңағы неше түрлі химикаттармен ауаны білдірдік, самолеттің, зауыттардың түтіндеріменен суды лайладық, ластадық, мұнайлар төгіліп жатыр, жер бетінде мұхиттарға дейін мұнай төгіліп жатыр. Экологиялық жағынан жер бетінде қасірет, катастрофа қазір, катастрофа, шын мәнінде. Сондықтан әркім мына дүние жүзінде, әркім өзінің кішкентай бақшасына, жапондар тіпті үйінің төбесіне, үйі болса кішкентай үйіне, сол жерге топырақты қойып, кішкентай сәбізін егеді. Сондықтан пиязын егеді, сарымсағын егеді. Сондай үйрену керек біздің халқымыз, еңбекқор болу керек біздің халқымыз. Өз тамағын өзі, табиғи тамақты тауып жеуге мүмкіндігі болу керек. Әлі бізде жер бар, әлі бізде кішкене таза жерлер бар ғой. Сондықтан эколог болыңдар. Менің қалайтын мамандығым экология. Мына экспо 17-ден келе жатыр ғой. Соған дейін сендер үйреніп қаласыңдар, кішкене бірдеме жазсаңдар, мақала жазсаңдар, немесе бір жаңағы жаңалық ашса, қазір жаңалық ашып отыр ғой. Табиғатта қалай пайдалану керек, табиғи ресурстарды, күн нұрын, жерді қалай пайдалану керек деген. Сондай жұмыс істеңдер. Рахмет сұрағына. Сұрақтарыңыз бар ма? Сіздің туған жеріңіз ыстық па, әлде тұрған жеріңіз? Туған жеріңіз ыстық па, әлде тұрған жеріңіз? Мен ғана емес, кім болса да адамзат баласы, қай жерде жүрсе де өзім туған жерін, туған топырағын сағынады ғой. Мен мына Шұрал деген ауылым қазір кішкене құм басып бара жатыр. Жаңағы көріп бұрынғыдай емес, халық көшіп жатыр. Ағаштарда сондай сиреп бара жатыр, сонда да мен сол елді өте сүйемін, сағынамын. Туған жер барлық жер бетіндегі елді мекендерден артық. Туған жердің орны бөлек. Туған жерді сүймейтін адам жоқ жер бетінде. Туған жерді сүйемін. Сол кітаптың қайсысы сізге жақын? Кітаптың ба? Ойламаппын, ойламаппын, маған жақын дейтінім бірінші кітап мүмкін жақын болар. Одан кейін мен мақала жазғанда, өлең жазғанда, тасынып, төгіліп, қуанып, қатты сондай бір ойланбаймын. Ондай болмайды. Кітапқа да сонша қуанбаймын. Өйткені табиғаттың берген сыйы жаздым, шығардым. Ол өзің үшін емес, ел үшін, бір оқырман үшін. Бірақ қолымда ұстап отырған кітабы Құт деп аталады. Құт кітабы 60 жылы шықты. Осы кітапқа мемлекеттік сыйлықтың иегері атағын алды, мемлекеттік сыйлықты алды. Сондықтан Құт десе Құт болды маған. Осы кітап мүмкін жақын шығар.
Бізде енді бұл көп бала жоқ жаным. Екі-ақ перзентіміз бар. Олар үлкен болды. Сендер біздің немерелерімізсіңдей, қазір немерелеріміз болса сендерден үлкен. Біз бар еңбегімді, мен өзім бар еңбегімді балаларға салдым. Бар ақылымды, ойымды, күшімді, жастығымды, қаражатымды дегендей барлығын екі перзентіме салуға тырыстым. Ағаларыңыз да солай, енді аянған жоқпыз. Мен дейтін себебім, мен 73 жылы қызметке тұрдым. Университеттен кейін біз кеш түскенбіз университетке. Осы жерде колледж бітіріп барған, мен колледжді 73-тен кейін, мен 80-ге дейін ғана 7 жыл қызмет істедім, үкіметтің қызметін жақсы жұмыс істедім. Бірақ мен балаларым үшін үйде отырайын дедім. Балаларымды бағамын, осыларға өзімнің нәрімді беремін, барымды беремін, тәрбиемді беремін деп. Содан жаман болған жоқ. Біздің қызымыз 90 жылы Алатау аруы деген Мисс Казахстана деген атақ алды. Өте таңғалмаңдар. Жазира Асанова деген қазақтың ұлттық өнері, киімі, өнері, бүкіл құндылықтары бойынша сол кездегі Мисс Казахстанда біздің бірінші қызымыз біздікі болды, біздің қызымыз шықты. Қазір ол қыз Нью-Йоркта 10 жыл тұрды, Канадада 5 жыл тұрды, доктор философия, профессор. Қазір жаңағы экология тақырыбында бүкіл Европада аралап баяндама жасайды. Қазір Азияда тұрып жатыр. Банк қызметкері. Ұлымыз суретші, қызметкер. Балаларымыз тәрбиелегеніміз үшін мақтануға болады. Сұрағына рахмет. Адам бойында қандай жақсы қандай қасиеттерді жоғары бағалайсыз? Ең бірінші барлығын қосып айтқанда адамгершілік қасиет қой. Адамгершілік қасиетті жоғары бағалаймыз ба адамгершілік. Оның ішінде адалдық, әділеттілік, мейірімділік, шыншылдық, кішіпейілділік, адамгершілік қасиет деген имандылық мен өзім исламда көп жылдар бері 20 жылдай уақыт исламда намаз оқимын, айтқан сол біздің ислам құндылықтары біздің қазақи қасиеттерімізбен қамсып жатады. Ғажайып адамгершілік қасиеттер, кісі сыйлау, содан кейін барлық мынау мейірім дейсіз, бір төзімділік, сабыр, шыдамдылық, барлық жаңағы осы бауырмалдық, осының бәрі имандылықта бар, исламда бар. Біздің қазақтың тәрбиесінде сол барлық адамгершілік қасиеттер бар. Жоғары қоямын бәрінен де мейірімділікті. Ең сүйікті кітабыңыз қандай? Және де жалпы кітап оқумен әуестенесіз бе? Өте көп оқимын. Біз студент кезімізде кітап оқу деген бір керемет болды енді. Сол дүниежүзінің классикалары, классика мировой литературы дейді. Соның бәрін оқыдым деуге болады, бәрін оқыдым. Ішінде енді айрықша өзіме жақын болғаны, алдымен қазақ поэзиясынан бастасам, қазақтың қара өлеңі, Абай өлеңдері, ол кезде кейінірек біз оқыдық. Ғасыр жылайды деген Оспанбет, Жырау, Шалдиез, Бұхар жырау, Асанғайғы, осы ол кісілердің бәрін Ақтанберді жырау, бұның бәрін біз кейін оқыдық, бірақ осылар маған жақын. Абай поэзиясы жақын. Енді шетел поэзиясы, өзіміздің поэзиядан енді Мұқағали, Қадыр, Құнанбай, шетел поэзиясынан мен жапон поэзиясын өте сүйіп оқимын. Жапонның бұрынғы поэзиясы, ұлттық, халықтық поэзиясы. Бірақ халықтық болғанда авторлары бар. Мысалы, Басио деген ақынның өлеңі керемет. 3-ақ жолдан, 5-ақ жолдан тұрып, даналықтың бір тамшылары сияқты. Қазір де көп кітап оқимын. Енді оның бәрін айта берсем, Робин Шарма, Эдгард Толле деген кітабын оқидым. Робин Шарманы оқыдым. Осы жағында жақын емес көптен бері Дейл Карнеги, көптеген кітапты оқимын. Енді осы кезде бәріңізге ақыл беремін. Ақыл қалта деген бір кітап бар. Авторы Мырзагелді Кемел. Жазып алыңдар.
Мырзакеті Кемел Ақыл қалта. Сол кітапта өмірлерге керек болады. Адамзат жаратылғалы бергі кітапта қалған даналық сөздер, даналық ойлар, ой маржандар беріп тұр. Жалпы ақындық қиын жол. Егер де өмірді жаңадан бастау мүмкіншілік болса, қандай мамандықтан оқисыз? Сол ақындықтандырып бәрі. Ақындықты адам таңдамайды. Ақындық адамды таңдайды. Алладан беріледі ғой. Тамаша. Қолма болар, ағып қойсаңыз қойыңыз. Балалар, мен саған қатты сіздерді. Сұрақтарым. Сіздерге ортақ сұрақтар міндетті. Сіздер ары қарай өнерлеріңізді жалғастырасыздар ма? Сіздердің ойларыңызда жаңа кітап шығару бар ма? Мен айтып кетейін, сосын маңсайсың. Айтып кететінім, бір айдан кейін осы отырған ағаларым, көкелерім, Қайырбек Асанов 70 жаста болады. 19 февраль күні ақпан күні құттықтап қоюларына болады. Соның алдында жақында ғана елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың қолы қойылған Қазақстан Республикасының қайраткері деген атақ алды. Еңбек сіңірген. Еңбек сіңірген қайраткері. Сондай атақ алды, керемет атақ, ол көп беріле бермейді, мемлекеттік сыйлыққа жақындайды. Мен де мемлекеттік сыйлыққа жақындап қалды. Енді осы кісі мінекей 70 жылдығы келе жатыр. Солған байланысты өзінің кітабы туралы өзі айтсын. Ал мен бұл кісіден кейін, бір жылдан кейін келем 70-ге. Бірақ менің ауыр кішкене қатайып қалдым. Сондықтан бір жылдан кейін мен келем, сосын мен жоспарымды айтамын, сен айтшы. Рахмет. Ал енді мына ақындықтың жалпы өнер адамының бір артықшылығы басқа мамандықтан гөрі. Бұл кісілер енді халыққа еңбек сіңіргеннен кейін, халық жақсы көргеннен кейін, бұлар халықтың алдында әрбір белес сайын есеп бергісі келіп отырады. Мысалы, мен өзім 50 жасымда 50 жасымда тойладым, еліме бардым, облыста кездесулер өткіздім, туған жерімнің халқымен кездестім. 60-ында да солай болды, 70-інде де Құдай бұйыртса енді солай бола ма деген ниет бар. Жаңардың алдында облысыма барып қайттым, әкімдермен жолығып, барлығы жақсы кездесу өткізіп береміз, тойлаймыз 70 жылдығымызды деп қалды. Енді оны сол уақытта нақты іс жүзінде көреміз. Қазір енді сөз айту оңай болып кетті ғой мына заманда. Нәтижесін кезінде көрерміз. Соған байланысты енді мен қазір мына өздерің білесіңдер, сендердің кітап оқисыңдар ма, оқымайсыңдар ма, болмаған жұмбақ. Егерде бәрінде кітап оқымайсыңдар десем, мен күпірлік айтқан болар едім. Оқитындар бар кітап. Аны оқулықтарды айтпаймын, әдеби шығармаларды. Сондықтан осы заман өркениетке айналған сайын осы кітап оқу, өлең оқу бірте-бірте азайып баратқан сияқты. Осыдан 10-15 жыл бұрын шопандар қонышына журналды, газетті тық қойып, қойын жайып қойып, баса алмай оқып жатушы еді. Мысалы, кітап, неше түрлі. Қазір қалып барады оның барлығы. Сондықтан менің жасымдағылар мысалы 10 том, 15 том, 20 том шығарып жатыр. Оны кім оқиды 20 томда? Қазіргі мынау асығыс заманда, қарбалас заманда. Сондықтан мен бүкіл сол 60 жылдан бері шыққан дүниелерінің ең тәуірлерін, мен туралы жазған пікірлерді, мен өзімнің ауыл, жалпы Қазақстандағы бүкіл жақсы адамдар туралы жазған өзімнің очерк новеллаларымды, бағасын, жақсы өлеңдердің бағасын жиып, бір шағын ғана мынандай бір 2 кітап шығарсам дейм болса. Сол жетеді, бас аяғы бір 300-400 жолдай беттей болсам болды. Менің ниетім осы. Қазір соның жолында жұмыс істеп жатырмын. Құдай бұйыртса осы 3-4 айдың көлемінде сол осы кітапты шығару ниетім. Ал ақындар үшін енді егер де одан осыдан 40 жыл бұрын кейінірек болған кезде
Совет дәуірінде біз мысалы сомдық кітап шығаруымыз керек, бірақ өте қиын болып шығару. Кітап шыққан сайын сенің жағдайың, материалдық жағдайың жақсара түседі. Ақша бір машинадан, бір кітап, бір машина сол кездегі бағамен. Ал қазір біз мысалы сіздер оқысын, сіздер рухани жұтамасын, білсін ел жұртты, өмірді білсін, неше түрлі жаратылыстың құбылыстарын білсін деп жазамыз, шығарамыз, бірақ бізге көк тиын төлемейді осы үшін. Көрдіңіздер ма? 20 жыл болды. Сондықтан неғұрлым ақындар өзінің кейбіреулер, әрине мен одан аулақ кітапты көбірек шығарғысы келеді. Әрине ойымда бар шығару, бірақ сазды аз болса да саз қылып кітап шығарғанға не жетсін деді. Сұрақтарыңыз бітті ме, балалар? Мен сырымды келесі жолы айтайын. Содан кейін тағы бір 2 жылдан кейін кездесеміз, балалар кетіп қалмай тұрып, Құда қаласа, ағаларымыздың, мен өлең оқи алмаймын уже, мен өлең кітаптан, газеттен оқисыздар. Ағаларымыздың бір қызға арнаған өлеңі бар, соны оқып берсін, жас кезінде жазған. Бір қызға деген өзіне арнаған. Сол постоянно осы келушіде маған оқы дейді өзінің тілесіне. Не, тұтқан ба өзі? Оқи беріңіздер. Жарайды, енді байқап отырмын, бұл жерде махаббат туралы да оқи беруге болады жүр, өйткені Адамдар жүргенде де махаббат. Иә, бәрі әйтеуір тәжірибеде іске асырмағанмен әйтеуір оны көріп келеді оқып жүрген жастар ғой, біледі қазіргі жастар бәрінде. Иә, сондықтан мына кісіні алғаш айттым ғой, 68 жылдары көрдім. Сол кезде сұмдық, өлерде ғашық болған кезде бір туған өлеңім бар еді. Соны оқып берейін. Сендер күлсін деп әшейін. Емес басқаңыз. Қолдасып қатар тұрсаққа, құшақтай берем беліңнен, алаулап кеттім сол шақта, ып-ыстыр отты лебіңнен. Төңірек түгел ғажайып, өзгеріп бара жатқандай, көңілден күдік азайып, ақ таңым жайлап атқандай. Сезімнен балқып сонда мен, құлап кетуге шақ қалдым, құдіретіңмен қолдап ең, махаббатым ол шақтарым. Сулары қайнап көлдердің, өзгеріп кеттау барғалам. Сүйіскен біздер сол жердің, өртеніп кетпегені таң қалам. Уақыт талабына сай көтеріліп отырған ел, жер, ұлт қамы, тәуелсіздік жемісі сияқты тақырыптар ақын поэзиясында кеңінен көрініс табады. Арғымақтар даласындағы ақын жырауларымыздың арғы бергі буынның мәңгілік сарыны азаттыққа келіп тірелетіні заңды еді. Бұның бәрі кешеді. Ал бүгінше қазақ елі 1991 жылдың желтоқсанында анық азаттыққа қол жеткізгенде қуанбаған, қуаныштан көзіне жас алмаған адам кемде-кем. Ондағы ыстық сезімді, шаттықты, қуанышты, ақындардан артық жырлаған ешкім жоқ. Сол суық ызғарлы 1986 жылдың желтоқсан айында жазған ұмытуға боламын сол дауыс. Өздерінен таппаған қорғанысты желтоқсанның дауылы шайқағанда құлатпады арулар, ар намысты. Немесе ұмытуға болама тірі тұрып, шыңғыртқанын аруды жігіт ұрып, қарындастың шырылдап шулағаны қандастарға батпай ма кетеді деп жазғаны бар. Теңдік үшін мұхитқа қайық салдық. Туындысын еліміздің басты тұлғасына, елбасымызға арнаған. Қайтып жатыр оралып, түс алтыны, алда биік асқа шың мұзар толы президент қазақтың дербестігін бүкіл дүние таныды. Сіз арқылы деп елбасымызға еліміздің ертеңгісін сеніммен тапсырғанын, халқының қамқоршысы тек өзі екендігін айтқысы келгендей. Ал бір өлеңінде біліммен, парасатпен заманың ер, асыл ер асқар шыңды ала білер, ерлігін елбасының көргін келсе, есілдің бойындағы қаланы көрде, елораның көркеюі елбасының ерен еңбегі екен
өлеңмен өрнектейді. Ақынның ел қамын ойлаған, азаматтық үні тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында одан сайын биіктей түсті. Сондай топтаманың бірі Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа арнауының терең мәні бар. Күләш Ахметованың өлеңдері Алатаудың биік шыңдарындай айбынды, аққуларындай тар, туған даласындай кең, аруанасындай маңғаз, күніндей ыстық. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Амангүл Жанғазы Бәкенгізі. Құрметті оқушылар, ұстаздар, әріптестер және Мұсақын аға әріптес, сіздерге көп рахмет. Алтын уақытта естіледі. Бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, келіп отырған Алланың жауап сіздерге. Көптен бері біз негізі былтырдан бері жоспарлағанбыз, бірақ енді уақыт емші ғой барлығына. Уақыттың әртүрлі жағдайларға байланысты сол мезгілдің бүгін келетін сияқты жаңа әкем айтып жатыр. Бүгін осындай бір үйде жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Оған біздің балалар сізді сағынды. Ылғи сабақ кезінде менен сұрайды, Күләш апамыз келетін болма, келмей ма деп. Кеше сіздің қоңыраудан кейінге келем деген сөзіңіз айтып, бәрі қол шапалақтап келетін болды ғой екеуі деді. Алайда біздің мектебіміздің атына сай кең көлемде де жоспарлағанбыз, бірақ қазір бізде емтихан жұмыстары жүріп жатыр. Мен жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер ғой, ең бірінші бізге керек нәрсе ол білім. Сондықтан білім мен тәрбиені қатар ұштастыра отырып, бүгін осыған қанағат етесіздер деп ойлаймын. Білесіздер, осы шағын кітапхананың ішінде өзіңіздің сұрауыңыз бойынша осы балаларыммен сіздерді бір бетпе-бет көріп, шығармаларыңыз арқылы әдебиет пен қазақ сырғаларына әріптестерім ылғи насихаттап жүреді. Балалар біздің сіздің өлеңдеріңіз жаққа бет екендеріңізге. Сондықтан енді мұның жүзін білгенше бірдің атын білдейді ғой, өздеріңізді бетпе-бет көргендеріңіз жөн көрдік. Тоқсан сөздің толықтай түйіні сіздерде алтын уақыттарыңыз келіп отыр. Біздің балалардың да қазір басқа жұмыстар күтіп отыр. Сіздерге осы әріптестерім атынан, мектептің әкімшілігі атынан және өзімнің атынан үлкен алғыс білдіре отырып, сіздерге тойдан толықтай дейді, бүгін біз үшін сіздердің келгендеріңіз үлкен той, біз үшін сіздердің келгендеріңіз үлкен мәртебе. Одан тағы да айтамын, қалаларыңыз болсын сіздерге. Дей отырып енді орамал жол болмай тон болмай жол болады дейді ғой. Аға, сіздерге енді мен оқушыларымның сізге арнаған кішкентай ғана сыйлығы бар, сол сыйлықты тапсыруға рұқсат етесіз. Бұл үлкен дүние емес. Өздеріңіз айтыңыздар, білім нәрі кітапта дедіңіздер, аға кітап сыйлағымыз келеді, төлебейдің данышпан, ұлы жүздің төлебейді сіздерге астан келеді. Ақ деген нәрсе әрқашанда өзіңізде алғашқы ақ күлім деген екен сіздеріңізді. Сондықтан осы мектепте біздің балаларымыздың айтқан ашпай қойын бар. Әдемі ақ орамалды осы біздің балалардың сізге деген ақтығы білесіз. Алла риза болсын балалар. Және құрметті оқушылардың әрқайсының өзінің жеке кітабы, сіздің осы дүкендерде бақ деген ғана кітабы бар екен. Бұл балалар ақылып алғысы келеді, сіздер суретке түскісі келеді. Қазір қызымды шақырамын. Сіздер қолыңызды жазып тұрсаңызшы.